Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бауырды тазалайтын 5 сусын туралы айтатын боламыз. Бауыр дегеніміз ағзадағы тазалаушы құрал, тамырымызды ағатын қанды тазалайды. Оның ең біріншісі мейіз тұнбасы. Бізге керегі 400 мл су және 150 грамм мейіз. Алдымен мейізді тазалап жуамыз. Ыдысқа қажетті суды құйып, отқа қойыңыз. Қайнап шыққан соң мейізді салып, 20 минуттай баяу отта қайнатасыз. Белгілі уақыт өткен соң отты өшіріп, ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Таңертең тұнбаны сүзіп алып, аздап жылытып ішіңіз. Ескеретін жайт, емдік қасиеті мол тұнбаны таңертең аш қарынға ішу керек. Сосын 30 кезекті екінші сусынымыз сәбіз шырыны. 2-3 дана солы әрі балғын сәбізді шырын сыққыштан өткізіңіз. Оның үстіне қант қоспайсыз. Дайын болған суға газдалмаған суды 200 мл су құйып араластырып іше бересіз. Және сусынды аз-аздан ішетін боламыз. Емнің ұзақтығы бауырдың жағдайына қарай 3,5 немесе 8 ай аралығы. Емді күнде таңертең аш қарынға жүргізу керек. Осы сусындарды жасап қолданып көріңіздер. Нәтиже болса, пікір қалдырып отырыңыздар. Үшінші сусынымыз ақжелкен тұнбасы. Бір бума ақжелкенді тазалап, жуып алып, ұсақтап турайсыз. Оған 4 дана сулы сәбізді, 2 сабақ балдыр көкті және де жарты лимонды қосып блендермен араластырасыз. Немесе мясорубкадан өткізсеңіз болады. Дайын болған сұйықтықты таңғы астан алдын ішесіз. Айта кететін жайт, бұл сусындардың ешқандай ағзаға зияны жоқ. Ендігі кезекте сұлы тұнбасы. Бізге керекті 3 литр ыстық суға 1 стакан сұлыны салып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 10-12 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 200 мл ішесіз. Емді күніне 2-3 рет қабылдау керек. Осы шырындарды міндетті түрде жасап көріңіздер. Тұнбаны да денсаулықтарыңызға өте пайдалы. Келесі кезекте бізде шөптер тұнбасы. Жарты литр қайнаған суға 3 ас қасық ұнтақталған итмұрын, яғни шиповник, бақбақ шөптерін саласыз. Ыдыстың қақпағын мықтап жауып тұндыру керек. Сусын салқындаған кезде сүзіп алып, 1 ас қасық күніне 3 рет ішесіз. Емді тамақтанудан алдын 30-40 минут жүргізесіз. Бұл тұнба зат алмасуды жақсартады, өттің жұмысын реттейді, бауырды шлактан тазартады. Емделу уақыты 1 ай. Егер де мен айтқан ақпарат пайдалы болатын болса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, қоңырау шаңын